Ассалаумағалейкум рахметуллахи баракатух. Ағайын туысқандар, ел жұрт аман ба? Бүгінгі ойым, алған ойым мынадай еді. Мынау құмырсқаның илеуі былтыр көріп кеткенде. Осыған бір ойым бар. Енді бүгін күн ыстық. Құмырсқалардың түгелдері шықпапты. Қазір тығылып жатыр. Осыған бір қазір орамалдарымды салып, сулап әкелген орамалдарым бар. Соларды салып, бір эксперимент жасайым. Ана интернетте көргем, осы анау бүкіл тайганың жаңағы ертедегі кісілері мынау қазіргі неше түрлі әлгі маса, шіркей дегендерден әлгі қорғанатын құралдың бір екен. Осыған салса дейді, мынаның исі бар екен, несі бар екен, жаңағы құмырсқа. Бірақ енді мына илеуінде қазір ыстық болғаннан кейін құмырсқа шықпай тұр. Ол сондай бір әдемі өзіміздің жер, табиғаты әдемі. Бірақ енді біздің азаматтар шауып әкетеді ағашты, тастап кетеді. Мынау міне ит мұрын өскен. Осыдан 3-4 жыл бұрын көргем. Ит мұрын міне мынау. Биыл енді гүлдеген шығар. Гүлдері түсіп қапты қазір. Ит мұрын бұл. Өскен ит мұрын. Немді велосипетімді ана жаққа қойып кеткем. Қазір алып келем. Бүгін мамыр айының 17-сі. Ана жолы бір видео түсіргенде 13 деген екен. Ол 15-ші күні түсірілген видеоды Қарабұлақтың бойына барғам. Қазір енді мынау жерден шығып, қазір соны мынау былтыр табиғат керемет жаңбырлы болды ғой. Сонда керемет жер шалғын болып еді. Өр ағаш құлаған екен. Ол 60-шы жылдары жолдың жиегіне егілген қарағаш еді. Осы қарағаштың тұқымы бүткіл Май ауданына тарады. Мынау ағаш, үлкен ағаш құлаған екен. Ой, десе шарықтық. Қандай ағаш ит мұрынның үстіне құлаған екен. Ол қалай столбаны құлатпаған. Мен жерден өтудің өзі бір күш. Былтырғы ағаштар ғой. Үсті басын түгел ошаған деген өсімдік болады қазір. Маған жақында болмайды. Онда тырысып еттім. Ошағандар сосын алып тұстарым. Бірлі шағым ошағым жабысты. Жарықтық. Алып тұстайым. Не, қандай ошағандар жабысты. Шалбарыма. Қалың жұқа шалбар еді. Алып тастайын. Қайсы жерлерге жабысады өзі. Оның арасында келе де болуы мүмкін. Әдейі осындай бір түсті киім киіп шықтым.
кене жабысса белгілі болады бірден. Қандай әдемі жер. Мына дүмше жерін өте алмайым. Не болса осыны айналамын. Айналып өтейін. Қандай әдемі. Торғай шырылдап тұр. Ешқандай мұндаған музыка керек жоқ өзі. Табиғаттың тылсым дауысы есту. Желдің да. Ондай міне. Жерін жаңа өткім. Көлігімді анау жерге тастап кеткем. Көліңкөге қазір барам. Ағаш қандай ағаш. Үлкен ағаш. Құлаған. Соның өтшітті. Ташытқанда. Мұтырқ. Қалың жерде шөп өскен. Міне осылай шоу болады да. Ағаштың бұтақтарын тастап кетеді әр жерге. Қашанғы үйренеміз де шеш. Табиғатты аялауды. Жерін міне көлігім. Көбелектер міне шығып жүр. Әр түрлі көбелек. Мынау жер. Мындай бутылка неше түрі. Саяқ. Ағаш. Сондай әдемі өскен. Жығылған, бірақ жантайып өскен. Екінші жағы құлап қалған. Шіріп. Қайда 65 жыл болған ағаштар. Көлігім міне. Қазір тағы да жалғастырам. Аз көрсетіп. Ассалаумағалейкум ағайын туысқандар. Бүгін міне 17-ші мамыр. Мына жол жиегіндегі тоғайдың ішіне келдім. Мынау бір жерде құмырсқаның илеуі бар еді. Сол илеуді бір эксперимент дейді ғой. Соны жасайын деп отырмын. Мына орамалдарды салып, сол құмырсқаның илеуінің үстіне. Ана құмырсқаның өздеріңіз білесіздер, құмырсқаның қышқылы бар ғой. Құмырсқа қышқылы деген. Орысша муравейная кислота дейді. Сол мұны бөлінеді екен. Маңайындағы жаңағы өсімдігіне түгеліне. Өсімдіктің түрі де басқа, байқайсыздар ма? Маңайдың түгелі қуарып кеткен, а мұнда жап-жасыл. Мұнда бір әлгі зиянды жәндік болмайды. Неге десеңіздер, құмырсқа өзінің маңайын түгелін қорғайды. Сондықтан мына жерге міне осындай мынау эксперимент жасап жатырмын. Соны алып, содан кейін масадан мына жаңағы қорғану үшін. Енді көрейік енді қандай болатын. Күн сондай ыстық, оңтүстіктен жел соғып тұр қазір міне. Әжептәуір жел, самал жел деп айтуға болады. Жақсы. 38 градусқа шейін көтеріледі деген. Бірақ маған білінбейді. Мына жерде самалдап отырмын. Салқын самалында жердің. Қазір мына жерде менің орындығым бар. Орындығымды қоям да дем алам. Міне осылай отырып.
мынау жер әдемі жер, сондай көрдіңіздер ме? Мынау бір кезде мына жағында Белогорский совхоз деген болған, соның әлгі мұнай қоймасы дейді, орысша нефтебазасы болған. Мына жағында әлгі мал дәрігерлік дәріхана болған, дәріхана. Аптека дейді ғой, ветеринарный аптека. Ар жағында не станциясы болған, бүткіл үлкен ветстанция деп аталған. Кәдімгідей неше түрлі жаңағы тәжірибелер жасауға арналған, неше түрлі сондай. Кейін Совет одағы құлаған кезде біздің азаматтар түгелін құлатты ғой. Түк қалдырған жоқ. Ана жерде бір ғана қазір инспекцияның үйі тұр, бір өңгесін түгелін меншіктеп алған. 2 гаражы болған. Біздіміз бала жасымызда сол жерде мен ол кезде құрылыста істеп едім. ПМК 19 деген болған. Павлодар монтажный комбинат деген. Павлодарлық монтажный комбинат деген. Сонда істеген құрылысшы болып 2,5 жылдай. Сол кезде салып едік солардың түгел. Қазір орны ғана бар, түгел меншіктеп алды. Сондай жағдай. Енді мынау сондай әдемі жер. Мына жағында жол оңдайтын деу дейді қазір. Дорожный эксплуатационное управление. Бұрын доротдел дейтімізде. Мына жағында МРС деген әлгі ауылдың түгел Майский районный электросет. Осындай жағдай. Ары қарай жалғастырам тағы да. Міне ағайын туысқандар, әлгі тәжірибемді жалғастырып жатырмын. Құмырсқалар шықты. Тәжірибемді жалғастырып жатырмын. Орамалдар, орамалдың үстінде қазір міне құмырсқалар жүгіріп жүр. Жаңа бұлай аударғам да, дымқыл жағының үстіне қарай. Астыңғы жағында ғане 1,5 жүр қазір. Аударайын бұлай. Міне.